Нұрғиса мырза, қараңыз енді, Абайдың 37-ші қара сөзінде айтады ғой. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес дейді. Жылдың басы бастап жатсыздар, иә? Ең алдымен алғашқы бастамалар қандай? Шараларды қай еліміздің қай өңірлерінде күтеміз? Айта кетіңіз соны. Бірінші кеш жарық қазақ елі. Әрине, биылғы жыл ерекше айтулы жыл. Мемлекет басшысының тапсырмасымен, міне жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз, мемлекеттік комиссия құрылды. Абай бабамыздың 175 жылдық мерейтойын тойлау бойынша. Осы комиссияның қаралуымен Абайдың 75 жылын тойлау бойынша жоспар бекітілді. Жоспардың басты мақсаты, жаңа Дархан мырза ағамыз айтқандай, жалпы бұл тойдан мемлекет басшысы өзінің мақаласын айтқан болатын. Абайдың ойынан да, тойынан да тағылмауымыз керек деп. Құрылған жоспардың барлығы біздің қазақ елінің руханиятына, рухани азық болады деген ойдамыз. Алда 82 тармақ бойынша 500-ге тарта қазір осы республика көлемінде шет мемлекеттерде іс-шаралар жоспарланған. Ол әрине айта кетсек, бірінші кезекте Абайдың дүниетанымын ашу, қазіргі басты кезек менің ойымша жастарға кеңінен насихаттау деп есептеймін. Бұның ішінде Абай қалдырған мұралардың барлығы бірдей қамтылып жатыр. Оған міне осы абайтанушылар, болмаса қоғамдық пікірдің де, болмаса жаңағы комиссияның отырысында қаралған мәселелердің барлығы сол жоспарды қаралды. Мәдениет және спорт министрлігі осы тойымыздың басқарушы уәкілетті орган болғандықтан, бұл шараға қазір 21 қаңтар күні Нұр-Сұлтан қаласында Астана опера театрында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын мерейтойлауына байланысты салтанат түрде ашылу іс-шарасы өтеді. Одан кейін осы жоспарланған жоспарға сәйкес Нұр-Сұлтан қаласында ақындар айтысымен жалғасып, 22-ші қазір қаңтар күні Семей қаласында сол тойдың ашылу салтанаты жалғасын табады деп жоспарлап жатырмыз. Басты айтатын нәрсе, бұл жерде айттым ғой, 500-ге тарта іс-шара бар деп. Шараның барлығы өзінің